Бәрімізде осындайда сәттер болады. Бір жаңа тақырыпты мүлдем түсінбейсің, ал ертең бақылау жұмысы. Көпшілігіміз жүйеде дайын есептер шығару үшін қолданамыз. Бірақ ол ең үлкен қателік. Бүгін мен сіздерге жүйеді қалай жеке репетитор айналдыруға болатынын көрсетемін. Тиімді промпт жазу үшін осы 3 элементті қолданыңыз. Біріншісі ол рөл. Жиі кімнің атынан сөйлеу керек. Мысалы, сіз тәжірибелі физик пәнінің мұғалімісіз. Екіншісі ол тапсырма. Нақты не істеу керек. Мысалы, Ньютонның екінші заңын түсіндір. Үшіншісі ол формат. Жауап қандай форматта болу керек. Мысалы, 5 жасар балаға түсінікті тілде немесе 3 сөйлеммен. Менің алғашқы айтар кеңесім Фейнман плюс АИ әдісі. Бұл күрделі ақпаратты терең меңгерудің ең тиімді жолы. Мұнда Нобель сыйлығының иегері Ричард Фейнманның оқыту техникасы жасанды интеллектімен біріктірілді. Бұл әдістің мәні, егер сіз бір нәрсені қарапайым тілмен түсіндіре алмасаңыз, демек оны жеткілікті деңгейде түсінбедіңіз. Жасанды интеллекттің мектеп түлектеріне тигізетін пайдасы орасан зор. Ол қазіргі заман талабына сай білім алудың тиімді құралдарының бірі болып табылады. Жиі оқу материалдарын тез әрі жеңіл меңгеруге, күрделі ақпаратты жүйелі және есте сақтауды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Оқу процесінде жиі әрбір оқушы жеке көмекші болып, маңызды ақпараттарды ассоциациялар арқылы есте сақтауға, сұрақ-жауап әдісі арқылы өзін тексеруге, сондай-ақ оқу жоспарларын тиімді құруға көмектеседі. Мәселен, мен өзіме қиын тақырыптарды немесе даталарды шайқастырып жаттау үшін жиіден маған ассоциация құрастырып беруін сұраймын. Осы арқылы мен тез әрі жеңіл жаттап аламын. Осылайша, жасанды интеллект мектеп түлектерінің білімге деген ынтасын арттырып, оларды заманауи қоғамға лайықты, білімді тұлға ретінде қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Жүйе мәтінді қысқартып, қиын тұстарын түсінікті етіп жеткізеді. Бұл әсіресе ұбт немесе мектептегі маңызды емтихандарға дайындықты аса қажет. Осындай мүмкіндіктер. Сонымен қатар, жасанды интеллекттің көмегімен ағылшын тілін оңай әрі тиімді меңгеруге болады. Мәселен, мен ChatGPT арқылы ағылшын тілінде сөйлесіп, өз деңгейімді айтарлықтай арттырдым. Жасанды интеллект сөйлеу дағдысын дамытуға және жаңа сөздерді тез үйренуге үлкен мүмкіндік береді. Осылайша, жасанды интеллекттің көмегімен дұрыс пайдалану арқылы ұбт-ға, тіпті ағылшын тілін меңгеруге дайындықты жеңілдетіп, жоғары нәтижеге жол ашады. Ең соңғысы әрі маңыздысы, ол жасанды интеллектті көшіру үшін емес, білім алу үшін қолдану керек.